Осы сайттан 1104 рубль шығардым, 631 рубль, 968 рубль, 351 рубль. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін телефон арқылы күнделікті ақша табатын схеманы көрсетемін, және сіздерге қосымша бонус дайындап қойдым. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші сайт бізде TaskPay деп аталынады, ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы сайттан сіздер күнделікті өте көп ақша табуларыңызға болады. Ары қарай қарайтын болсақ, 1.761.000 ақша төленген екен, және де 2600, яғни активный заданиялары бар. Сондықтан да сіздер күнделікті осы жерден ақша табасыздар. Енді топ дегенге басамыз. Енді осы жерден қарай аламыз. Топ исполнители деген 424.000 рубль тапқан, 148.000, 65.000, 44.000, осы среднем 44.000 алатын болсақ, ол дегеніміз 255.000 теңге, яғни 1-2 айдың ішінде сіздерде осындай ақша табуларыңызға болады. Бізге ақшаны жай ғана заданияларға төлейді, оценка приложения жасағанға, копирайтингқа және де әлеуметтік желілер арқылы ақша таба аламыз. Зарегистрироваться басасыздар. Одан кейін үстінде регистрация деген бар, соны таңдаймыз. Осы жерге өздеріңіздің емейлдарыңызды жазасыздар. Пароль, повторите пароль, регистрация. Одан кейін почталарыңызда подтверждение жасау керек болады. Енді достары, регистрация жасап болғаннан кейін үстінде қарап тұрсаңыздар, бізде сортировка жасауға болады. Біріншіден по дате, екінші по цене және по рейтингу. Қазір тоқтайтын боламыз. Осы жердегі барлық заданияларға сіздерге өте жақсы ақша төленеді. Деньги быстро дейді, яғни 5 рубль төлейді, ол деген 28 теңге. Және астында сіздер қарауларыңызға болады. Міне 986 адам осыны орындаған, сол үшін ақша төленген. Келесі бізде Кинопоиск HD. Бұл жерде де 1074 адам осы заданияны орындаған, 15 рубль алған екен. Міне выполнено деп шығып тұр. Әрине, осындай заданияларды сіздерде орындап, ақша табуларыңызға болады. Енді по цене таңдайтын болсақ, бұл жерде бізге бір заданияға 500 рубль, 200 рубль, 50 рубльға дейін төлейтін заданиялар бар. Ең басында сіздерге қиын болмасы үшін, әрине по дате немесе по рейтингу таңдаңыздар, өйткені по рейтингуда өте жақсы. Осы жерде көрсетілген 20 рубль төлейді екен, 682 адамға ақша төленген. Және ары қарай қарайтын болсақ, написать положительный отзыв деп тұр. Для приложения жай ғана отзыв қалдырғанға сіздерге 5 рубль төлейді. 3326 адам осы заданияны орындаған. Қазір сіздерге толық көрсететін боламын, қалай орындауға болатынын. Осыны таңдайық. Міне жаңа айтқаным, 3326 адамға оплачено, яғни төленген екен 5 рубльдан. Енді қараймыз, ең бірінші бізге описание задачи. Осының барлығын сіздер телефон арқылы да орындай аласыздар. Осыны оқимыз. Бірінші открыть Google Play в своем мобильном устройстве. Одан кейін ввести в строку поиска приложения в знакомстве деп тұр. Одан кейін перейти на страницу приложения новое знакомство. Ары қарай установить приложение. Запускаем приложение, яғни приложениені қосасыздар. Одан кейін 10-20 минуттан кейін 5 звезд қоясыздар осы приложенияға, одан кейін өздеріңіздің отзывтарыңызды қалдырасыздар. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы осы заданияны орындау үшін астында бізде выполнить задание деп көрсетілген. Міне көріп тұрсыздар. Осыған басамыз. Одан кейін начать выполнение деп таңдаймыз. Болды. Міне біздің задание басталды. Бізге яғни 30-40 минут уақыт беріледі. Ол үшін ссылка сіздерге дайын. Осы ссылкамен өтеміз. Міне новое знакомство в знакомстве. Осы жерде установите басасыздар. Ары қарай сіздерге астында осындай отзыв қалдыру керек болады. Міне задание орындаған адамдар. Отличное приложение. Жалпы осы сообщенияларды копировать етіп қоя саласыздар. Осы үшін сіздерге жақсы ақша төленеді екен. Соны жүктеп барып отправить отчет басамыз, болды. Задание орындалды, бізге ақша төленеді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар достар, менде қазір баланста 137 рубль бар екен. Одан кейін көрсетемін осы сайттан қаншама ақша шығарғанымды. Егер де сіз осы сайтпен бірінші рет қолданып тұрсаңыздар, онда бізде үстінде тип задание деген бар. Осы жерден көре аласыздар. Ары қарай таңдай аламыз. Google отзывы, социальные сети, тек қана YouTube-пен айналысуға, Telegram каналдарды, комментарий қалдырғанға ақша төлейтін сайттар және установка приложения қазір көрсететін боламын. Мысалы, бізге керегі Telegram. Телеграмды таңдағаннан кейін бізге жай ғана просто вступите в канал Telegram деп тұр. Міне 437 адам орындаған екен. Сол үшін бізге ақша төленеді. Қазір сіздерге орындап көрсетемін. Әрине көп төлемейді. Одан кейін YouTube-ты да таңдауға болады. Аз-аздан ең басында бастасаңыздар, ары қарай барлығын үйреніп, одан да көп ақша табуға болады. Міне, мысалы қарап тұрсаңыздар, подписаться на канал и поставить лайк деп тұр. YouTube-та сол үшін сіздерге 223 адам орындаған ақша төленген екен. Бұл сіздерден бір минут немесе 30 секунд уақыттарыңызды кетіреді. Енді біз жаңағы просто вступить канал Telegram дегенді орындайтын болсақ, бізге керек описание задачи, осыны оқып шығасыздар, яғни вступить в Telegram канал, посмотреть посты, выполнить задание деп басамыз. Начать выполнение. Ссылкасы пайда болды.
подписка жасаймыз. Міне достар, мен присоединиться бастым. Осы жерде указать свой ник в Telegram дейді. Өздеріңіздің жай ғана никтарыңызды қалдырсаңыздар болды екен. Мысалы, дау 1, 2, 3 деп қалдырамыз да отправить отчет дейміз. Болды, задание орындалды. Бізде 30 секунд уақытымыз кетті. Проверка жасағаннан кейін біздің ақша төленетін болады. Ары қарай біз басқа заданияларды орындай береміз. Мысалы, YouTube просмотр 0,05 рубль төлейді, видео смотреть 0,75 рубль төлейді. Сондықтан да өздеріңіз таңдауға болады осы тип заданияны. Егер де сіздерге тек қана установка приложения ұнайтын болса, соны таңдаймыз. Установка приложения міне. Одан кейін жай ғана оставить отзыв приложения, сол үшін бізге 2 рубль ақша төлейді. Астында қарап тұрсаңыздар 3637 адам орындаған екен. Осындай достар, өте керемет сайт, заданияларды орындауға болады, ешқандай қиындығы жоқ, сіздерге толығымен көрсеттім. Енді менде қазір баланстағы ақшаны шығарып көрсетемін. Мына жерде біз вывести средства дегенге таңдаймыз. Біз ақшаны PR-ға немесе Kiwi кошелекқа шығарып алуымызға болады. Мен мысалы PR-ды таңдаймын. Сумма вывода 127 рубль. Одан кейін вывести басамын. Минимальная сумма 70 рубль, ол ақшаны сіздер өте аз уақытта табуларыңызға болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Вывести. На вашу электронную почту отправлен запрос на подтверждение деп шықты. Мне с вашего аккаунта была подана заявка на вывод средств в размере 125 рубль. Бізге подтвердить басу керекпіз. Енді ары қарай қарайтын болсақ, бізде ожидает подтверждение администраторам біздің жаңағы выводқа қойған ақша 125 рубль. Оның алдында мен отмена өзім жасағанмын. Мына жерден көрулеріңізге болады, переведено, яғни шығарған ақшаларымның саны. Осы сайттан 1104 рубль шығардым, 631 рубль, 968 рубль, 351 рубль. Одан кейін ары қарай 499, 800, 2127 ары қарай кете береді мына жерде. Сондықтан да сайт шынымен де төлейді, сіздер де қолданып, осы сайттан ақша табуларыңызға болады. Екінші, сіздерге бонус сайт экспертное мнение деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Бұл жерде сіздерге жай ғана анкеталарды толтырған үшін ақша төленеді. Яғни бұл компания Сбербанк, Ford, Mail.ru, яғни үлкен компаниялармен жұмыс жасайды. Қазақстан бары көріп тұрғандарыңыздай, енді бізге зарегистрироваться за 10 секунд дегенді таңдаймыз. Одан кейін өздеріңіздің адрес электронной почты, пароль жазасыздар, далее. Болды. Регистрация жасап болғаннан кейін үстінде профиль дегенді таңдаймыз. Одан кейін расскажите о себе деген жерде анкеталарды толтырамыз. Ол анкетаға бізге балмен ақша төленеді. Ол ақшаны одан кейін өздеріңіздің мобильный счеттарыңызға шығарып алып отырасыздар. Мысалы, актив, KSL немесе Билайнға. Сонымен қатар бізде опросы деген бар үстінде, соны қараймыз. Одан кейін отдельный опростар бар, яғни 40 баллов, 30 баллов деп телефонмен де орындауға болады, немесе ноутбук, компьютермен де. Енді қараңыздар достар, пройти опрос деп басамыз. Бұл жерде қазақша барлығы, я не робот деп таңдаймын. Міне көріп тұрсыздар, осы жерде опростарды қазақша өтуге болады. Қазақша деп таңдаймыз. Жалғастыру. Одан кейін сіз қайда тұрасыз, осы жерге өздеріңіздің қалаларыңызды таңдайсыздар. Мысалы, Қызылорда, Нұр-Сұлтан, Үшарал деп. Мысалы, Нұр-Сұлтанды таңдаймыз, ары қарай жалғастыруды таңдайсыздар. Ер адам, әйел адам, жалпы осының барлығын өздеріңіз таңдауларыңызға болады. Барлығы қазақша түсінікті. Сондықтан да осы сайттан ақшаны единица ретінде шығарып алуларыңызға болады. Балансқа кіреміз, заявка на подарок деп басамыз. Одан кейін подарок получения, осы жерде балдарыңыз жазасыздар, мысалы 30 балл деп или 300 балл деп. Одан кейін барып, счет мобильного телефона, осыны көрсетесіздер, одан кейін отправить заявку басамыз. Осындай достар, өте керемет схема, сондықтан да осы видеоға лайк, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз білесіздер, апта сайын сіздерге өте керемет схемаларды шығарып тұрамын. Және келесі аптада сіздерге доллармен табатын сайтты көрсететін боламын. Сондықтан да міндетті түрде осы жерде колокольчик бар, соны басып қойыңыздар. Сонымен қатар мына жердегі бірінші немесе екінші видеоны көріңіздер, өте пайдалы және ақша табуға болады. Ал келесі кездескенше.